Кішкентай інім 5 күн жатқан комадан оянды. Одан дәрігерлер не оятты деп сұрапты. Анамның жылағанын естідім. Оны жұбату үшін ояндым деген екен. Менің егіз сыңарым бар, аты Руби. Оның қолаң шашы әлемдегі ең әдемі шаш. 6 ай бұрын мен обырға шалдықтым. Шашым түсіп қалды. Біздің 18 жасқа толған туған күнімізде ол маған өз шашынан жасалған парикті сыйға тартты. Оның терең махаббаты менің үмітімді оятты. Менің қызым баратын балабақшада соқыр бала бар болатын. Қызым соқыр деген не деп түсінбейтін. Мен түсіндіруге тырыстым. Келесі күні барсам, соқыр баланың жанында көзін жұмып отырған қызымды көрдім. Ол ағаштардың қандай болатынын айтып отыр екен. Соқыр бала ыржиып отыр. Жүрегім елжіреп кетті. Кішкентай адамдар неткен таза еді. Даяшы болып жұмыс істеген кездерімде біздің дәмханаға аптасына бір рет қос қария келіп қонақ болатын. Ешқашан белгілі уақытын өткізіп алмай, дер кезінде келетін. Қатар отырып бала құсап күледі. Бір күні шыдай алмай, бұл бақыттың құпиясы неде деп сұрадым. Ақсақал жанында отырған кемпірінің бетіне сүйсіне қарап, маған оның қолынан ұстаған ұнайды деді. Ескірмейтін махаббат, жүрекке әжім түспейді деген рас екен. Қасымда сөйлесіп тұрған досым автотұраққа жүгіріп шықты. Көлік қағып кете жаздады. Бір емес, 2 көлік қатарынан. Естіп жатқанын түсіне алмай біз тұрмыз. Сөйтсек, ол ұшып бара жатқан әуе шарын ұстап алуға жүгіре жөнеліпті. Жанымыздағы жас ананың жетегінде 2 жасар бөбек жылап тұр екен. 3 күн бұрын менің ең адал досым қайтыс болды. 2 күн бұрын оның ағза мүшелерін донорлыққа алғанын білдім. 1 күн бұрын 9 жасар балаға оның жүрегі салды деп айтты. Бүгін сол баламен кездестім. Ол бала маған қарап тұрды да, маған сенің досыңның жүрегін салған екен. Енді бүгіннен бастап екеуміз жақсы дос болайық, жарай ма деді. Менің кішкентай інім балабақшаға барған күннен бастап досын мақтайтын болды. Бір күні оның досын көрдік. Ол бала мүгедектерге арналған арбада отыр екен. Үйге қайтқан кезде інімнен, неге досың мүгедек екенін айтпадың деп сұрадым. Ал ол болса, маңызды емес қой, деді інім. Сұрағыма өлгенше ұялдым. Түн ішінде оянып кетсем, қызым телефонмен сөйлесіп отыр. Түн жарымында. Не істеп отырсың деп сұрадым. Мен досымды құтқарып жатырмын. Әр адамның өмір сүруге қақысы бар, деді ол маған. Өзіне қол жұмсағысы келген құрбысын жаман ойынан айнытты. Оқу жылы аяқталар кезде бір сыныптасымыз бақилық болды. Оның тегі зеленый, жасыл еді. Келесі күні біздің мектептегі оқушылардың бәрі жасыл түсті киімдерін киіп келді. Бұдан көркем ештеңе көрген емеспін. Әпкемді оятқанда үнемі оның табанын қытықтайтынмын. Белінен төмен қарай сал еді. Ол ешқашан менің қытықтайтынымды сезбеген болар деп ойлайтынмын. Бірақ бүгін аяғын қытықтағанымда ол күлді. Басын көтерді де жылады. Енді ол жүре алады. Мен сені жақсы көремін, әпке. Аударған Шынар Әбділда. Алла ешкімді де ауыртпағай. Аман болайық.